Қазақстандағы оқушылардың 1% ғана сапалы біліммен қамтылған, ал басым бөлігінің таңдау жасайтын мүмкіндігі жоқ. Сенаторлар еліміздің білім беру саласындағы жағдайды сынға алды. Қазақстан 5 маусымдағы маңызды саяси оқиғаға дайындалуда. Депутаттар өңірлерде болды. Сенат төрағасы Алматы мен Түркістанда кездесулер өткізді. Қазақ қалай аштыққа ұшырады? 31 мамырда қазақстандықтар саяси қуғын-сүргін мен ашаршылық құрбандарын еске алды. Бүгін осы және өзге де тақырыптарды тұздық етеміз. Эфирде Сенат сөзі бағдарламасы, армысыздар. Қазақстандағы оқушылардың 1% ғана сапалы біліммен қамтылған, ал басым бөлігінің таңдау жасайтын мүмкіндігі жоқ. Кейбір оқушылар әлі күнге дейін 3 ауысымдық мектептерде амалсыз оқып жатыр. Дүниежүзілік банктың зерттеулеріне сүйенген сенатор Мұрат Бақтиярұлы еліміздің білім беру саласындағы жағдайда сынға алды. Тәуелсіздік жылдары білім беру саласы реформалардан көз ашпады. Тек соңғы 5 жылда білім беру туралы заңға 29 рет өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Ал мемлекеттік білім беру стандарты 2000 жылдан 2017 жылға дейін 7 рет өзгерді. Ал бұдан кім ұтты? Сенатор Мұрат Бақтиярұлының айтуынша, бұл өзгерістерден тек кітап баспалары ғана пайда көрді, ал балалар тек тәжірибе нысанына айналды. Ол өз депутаттық сауалында білім беру саласындағы берекесіздікті ашына айтты. Білім және ғылым саласы қазір кезеңде 200-ден астам функция атқарады. Мен жаңа мысал ретінде айттым, қанша мыңдаған балабақшалар бар, қанша мыңдаған орта мектептер бар, колледждер бар, жоғарғы оқу орындары бар, аспирант магистратурасы бар, докторантурасы бар, ғылымы бар. Енді бір министрлікке ол өте ауыр салмақ. Ал мына біздің кейіпкеріміз Ғалия Торғауытова тұрғылықты жері бойынша мектепке орналаса алмағандықтан немересін алыстағы білім ошағына тасымалдап оқытып жүр. Және қосымша дайындыққа барады. Себебі қазіргі оқу бағдарламасы балаға ауыр. Оның үстіне мектепте бір сыныпта 35-40 оқушы отырады. Ең өзекті мәселе мектеп қой. Егер біз осы мәселені шешсек, балаларға білімді дұрыс бағыт берсек, балалар өздері алып кетеді. Біз өзіміз мектепте мұғалім болғандықтан білім реформасына кішкене өзгерістер керек деп ойлаймын. Кітаптарын ауыр, көп, соны нетсін, азайтсын, или планшет болсын, какая-то новый программалар болсын. Негізі білімді жақсарту керек, өткенде болмайды оны қазір. Қазіргі жекеше деген мәселе бар ғой, жекеше мектеп деген. Оның барлығы негізі дұрыс емес. Еліміздегі ең маңызды саяси оқиғаға санаулы күн қалды. 5 маусымда бәрімізге шешім қабылдау керек. Апта бойы Сенат депутаттары референдумның негізгі новеллаларын талқылау үшін өңірлерді аралап, шалғай ауылдағы тұрғындармен кездесулер өткізді. Өз кезегінде Сенат төрағасы Алматыда сарапшылармен жүздесіп, жаңа Қазақстан бағдарын талқылады. Парламент Сенаты жанындағы жас сарапшылар клубының мүшелерімен кездесуде Мәулен Әшімбаев Конституцияға енгізілетін түзетулер ең алдымен адам құқықтарын қорғаудың барынша тиімді жүйесін қалыптастыруды көздейтінін айтты. Еліміздің әр азаматы жүгіне алатын конституциялық сот құру және адам құқықтары жөніндегі уәкілдің рөлін арттыру сияқты нақты шаралар осы бағыттағы маңызды қадамдар екені сөзсіз. Мәулен Әшімбаев өзгерістер парламенттің саяси жүйедегі рөлін және сайлаушылар алдындағы жауапкершілігін күшейтетінін де атап өтті. Сенат спикері зиялы қауым өкілдерімен де кездесіп, конституциялық өзгерістер мен олардың ел дамуына әсерін талқылады. Бұл бастамалардың бәрі Қазақстанды демократиялық, құқықтық, әділетті, әлеуметтік мемлекет ретінде нығайтуды көздейді. Бұл жұмыстар Конституцияға өзгерістер енгізумен тоқтамайды. Саяси жүйемізді реформалау ісі кезең-кезеңмен жалғаса береді. Соның аясында жыл соңына дейін біраз заңдар қабылданады. Осы маңызды өзгерістерден зиялы қауым өкілдері қалыс қалмағаны абзал. Сенат төрағасы сонымен қатар жұмыс сапарымен Түркістан облысында болып, өңірдің жастарымен кездесті. Палата спикері ел президенті бастамашылық еткен саяси реформаларға егжей-тегжейлі тоқталып, бұл өзгерістер негізінен қазіргі жастардың болашағы үшін жасалып жатқанына назар аударды. Ол бұл туралы Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің студенттерімен болған кездесуде айтты. Осы Конституцияға енгізіліп жатқан өзгерістер, барлық жасалып жатқан жұмыстар, оның барлығының негізгі мақсаты мемлекетімізді күшейту, саяси жүйетімізді ары қарай дамыту және де халықтың әл-ауқатын арттырып,
әсіресе жастарға барлық мүмкіндіктерді жасау. Өйткені жаңа Қазақстанды ары қарай жаңа белестерге апаратын сіздерсіздер. Жаңа Қазақстан игілігін көретін ол ең алдымен жастар. Сол себепті қазір осы жаңа Қазақстанды дамыту үшін үлкен қадам жасалайын деп жатыр. Өте маңызды қадам. Сол қадамның табысты болу үшін жастар өзінің үлесін қосу керек. Конституциялық реформалардың негізі және референдумға белсенді қатысудың маңыздылығы туралы Мәулен Әшімбаев өңірдің әлеуметтік кәсіпкерлерімен болған. Сондай-ақ Кентау трансформатор зауытының жұмысшыларымен өткен кездесуде де сөз болды. Ал өңірдің зиялы қауыммен кездесу барысында тараптар елдегі реформалардың маңыздылығына ғана тоқталып қоймай, қазақ халқының рухани құндылықтарын алға бастырудың және тарихты сақтаудың маңыздылығы туралы баяндалды. Осыған байланысты Сенат төрағасы ашаршылық жөніндегі зерттеу жұмыстарын республикалық және өңірлік деңгейлерде жалғастырудың маңыздылығы туралы айтты. Сондай-ақ сапар барысында саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарына дұға бағышталды. Сенаторлар елордада да қуғын-сүргін құрбандарын еске алды. Депутаттар Алжир мемориалдық кешеніндегі қайғы қақпасы монументіне тағзым етті және лагердегі тұтқын әйелдердің есімдері жазылған еске алу қабырғасы ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Мұражайдың негізгі залдарында сенаторларға арналып экскурсия да жасалды. Өз кезегінде сенаторлар мұражайға ашаршылық голод 1928-1934 жылдар жинағының 5 томын сыйға тартты. 31 мая ежегодно 31 мамырда елімізде жыл сайын саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күнін атап өтеміз. Бұл мәңгі ұмытылмайтын және балалар мен болашақ ұрпағымызға жеткізіп отыратын қайғылы оқиға. Әр адамның ең басты байлығы бейбітшілік екені даусыз. Бұл біздің тарихымыздағы ең қиын кезеңдер болды. Сондықтан оны мәңгі есе сақтауымыз керек. Осы аптада еліміздің басты заңын трансформациялау не үшін қажет екенін қазақстандықтарға депутаттары өте мұқият түсіндірді. Сенаторлар жастармен, аға буын өкілдерімен, бюджет қызметкерлерімен және кәсіпкерлермен кездесті. Референдум әр қазақстандыққа жеке таңдауын жасауға мүмкіндік береді. Оның негізгі мәні мемлекеттің басты құқықтық құжатын тұрғындардың өздері қабылдайтындығында. Дауыс беру арқылы халық өз болашағын өз шешеді. Сенатор Дүйсенғазы Мусин Шығыс Қазақстан өңіріне сапар аясында колледж студенттермен кездесіп, 5 маусымда өтетін бүкіл халықтық референдумды талқылады. Бұдан кейін депутаттың сапары Жарма ауылында жалғасты. Қалбатау ауылында аумақтық әлеуметтік қызмет көрсету орталығының ұжымымен де кездесіп, Конституцияға енгізілетін өзгерістерді түсіндірді. Ал сенатор Нариман Төреғалиев Батыс Қазақстан облысындағы бір қатар әлеуметтік нысандарды аралады. Құрманғазы атындағы колледж оқытушыларымен және студенттерімен кездесті. Сенатор жиынға қатысушыларға еліміздің негізгі заңына енгізуге ұсынылып отырған өзгерістер туралы жан-жақты айтып берді. Енгізетін өзгерістердің негізгі бағыттары бұл мынау суперпрезиденттік басқарудан жаңағы ықпалды парламенті бар, есеп беретін үкіметі бар, жаңағы президенттік жаңа формаға көшу. Екінші, мынау бізде бұған дейін жаңағы мәжіліс депутаттарын сайлауда, жергілікті жерлердегі облыста қалалық депутаттарды сайлауда пропорционал жүйе дейміз ғой, сол қолданып келген болатын заң бойынша. Енді осыны аралас жүйеге көшіп жатырмыз, яғни пропорционалды және мажоритарлы жаңағы заң жүйесі енеді. Сенат қабырғасында азаптауға байланысты қылмыстарды тергеуде прокуратураның рөлін күшейту және жүйелі тәсілдерді енгізу мәселелері талқыланды. Депутаттардың айтуынша Қазақстанның құқықтық статистикасы, халықаралық конвенция нормалары, мемлекеттің қылмыстық заңнамасы мен азаптауға қарсы күрес пен тиімді тергеу жүргізу арасындағы алшақтықты көрсетіп отыр. Сенатор Андрей Лукиннің пікірінше, қоғамдық саяси тұрақтылыққа төнетін қатерді жою және әлеуметтік жанжалдарды шешу үшін қоғамда қолдау табатын жаңа идеялар мен тәсілдер, сондай-ақ жаңаша ойлай алатын жаңа кадрлар қажет. Адам құқықтары жөніндегі уәкіл соңғы жылдары азаптау мен қатыгездікке қатысты шағымдардың күрт өскенін атап өтті. Осыған байланысты заңнамалық тұрғыда да, құқық қолдану тәжірибесінде де қылмыстық заңнаманы жетілдіруді талап ететін мәселелер бар. Қазіргі уақытта
үкімет президенттің тапсырмасының орында бойынша қылмыстық іс жүргізу кодексіне және басқа да заңдарға өзгерістер енгізуде. Осымен Сенат сөзі бағдарламасының кезекті саны аяқталды. Сауатты қоғамда салауатты өмір сүрейік.